Әмемізге белгілі, әр қандай мемлекеттің келешегі жас әулеттің кәміл тәрбиясы һәм ізбе-із рауажландыруға бағдарланған стратегиясы менен байланыслы. Соның ұшында жаслар мәселесі мемлекет рауажлануының дауамлығын тәмелуге қаратылған сиясатта айғын көзге тасланады. Бұл болса мемлекет жасларының құқылары менен мәплерін қорғау, қолайлы шариғат мүмкіндіктер жарату бағдарында кең көлемді жұмысларды әмелге асыруды талап етеді. Міне әр пейшембі күні басшы һәм жаслар ұшырасуы келешек иелеріне үлкен мүмкіндіктерді жаратпақта. Жаслар рауажлану индексінде, яғни жаслар саясаты бойынша Өзбекстан ең рауажланған мемлекеттер қатарынан орын алуы тосыннан емес. Себебі президентіміздің басшылығында жаслар саясатында алып барылып жатырған реформалар бүгін өзінің нәтижесін көрсетпекте. Бүгін Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің басшысы Аманбай Тілеубаевтың жастармен ұшырасуы Шымбай районында өткерілмекте. Бүгін Шымбайлы неше жастың машғаласына шешім табылады, біргелікте бақылаймыз. Мемлекетімізде жаслар қатлама жәмі халықтың дерлік 60%-не жақын. Соның үшін Өзбекстан жаслар мемлекеті сыпатында тән алынады. Жақын 10 жылықта бұл қатлам мемлекетлік һәм жәмиеттілік басқаруда шешуші күшке ие болатығылығын көз алдымызға келтірсек, жаслардың тәлім тәрбиясы менен шұғыллану машғалаларын уақытында шешіп, шақс сыпатында рауажлану үшін барлық шариғатларды жарату, профессионал кәсіп шеберлігін қалыптастыру сияқты вазипалар оғада ахметлі екені белгілі болады. Ұшырасуда Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің басшысы Аманбай Орынбаев шығып сөйлеп, мемлекетіміз басшысы ісперлемелік жойбарларына келешекке қадем бағдарламасының орындалуына және $200 миллион ажыратқанлығын, өзін-өзі бәнт етуге гіреусіз 20 миллион сум стартаптарға болса, ұзақ мүддетке төмен процентлерде үлкен қаржының берілуі белгіленіп, жаңа ісперлемелер класын жаратуымыз керек деп келтірді өз сөзінде. Ұшырасудың қуанышлы жаңалықпенен басылануы Шымбайлы спортшы жасларға үлкен мотивация болды. Яғни Францияда болып өткен жаһан чемпионатында пара жүзу бойынша алтын медальды қолға кіргізген Шахноза Ережепбаеваны Жоғарғы кеңес басшылығы құттықтап, келешекте бұндан да жоғары нәтижелерге ерісуіне сенім білдірді. Бүгін мен Жоғарғы кеңес басшылығымен ұшырастық. Мен бұндан жүдә қуанышымын. Бұл да маған бір мотивация. Мен кеше жақында болып өткен 1 һәм 3 май аралығында Франция мемлекетінде Париж қаласында болып өткен жаһан сериясына қатынасып, 1 орында алып келдім. Келесі алдыға қойған мақсатларым Японияда болып өтетін Азия ойындарынан жоғары нәтижелерге ерісу һәмде Олимпиадаға лицензия алып, ондан нәтижелерге ерісу. Хақиқатында да Жоғарғы кеңес басшылығы жаслардың келешегі менен байланыслы әр қандай вазипа бірінші орында тұрады деп бекарға атап өтпейді. Бұл қатынас Өзбекстан 2030 стратегиясында да өз көрінісін тапқан. Мысал үшін бұл ахметлі құжеттің әрбір инсанға өз потенциалын жүзеге шығару үшін мүнәсіп шариғатларды жарату деп аталған бірінші бағдары 44 бәнттен ібарат болса, сонан 25-тен аслама тікелей жаслардың мәплеріне қаратылған. Қазіргі күнде 240 жұмыссыз жас болып, бұл 240 жұмыссыз жас 23 мекеме басшыға біріктірілді. 240 жастың бүгінгі күндегі бәнтлігін тәмелеу мәселесінде біздер мекеме басшылар әрбір жаспен индивидуал істескен халда, осы бүгінгі күнде 171 жасымыздың тұрақты бәнтлігін тәмелеуге ерістік. 62 жасымызды аталыққа бердік. Бұл жастарымызбен индивидуал істесіп, оларды сағлам тұрмыс тәрізінде қайтаруға үлкен үлес қосып атып десек болады. Шет қаймағы болған кеңес ауыл қоралар жиынында IT қалаша көркемдестірілді. Бұл жерде қазіргі күнде 200 жасымыз IT тарауында һәмде шет тілдер тарауында тұрақлы бейпіл білім алып келмекте. Шымбай районында атап айтатын болсақ 439 жасымызға 302 гектар жер майданын бердік. Тазғар ауыл қоралар жиынында жаслар кооперациясын көркемдестірді, яғни жас іскерлер кооперациясы. Бұл жерде 11 жас тұрақлы түрде дарамат тауып, өткен жылдың өзінде әр жасымыз 30 миллионнан дарамат табуға ерісті. Жаслар саясаты тарауында қабыл етіліп атырған реже һәм бағдарламаларымыз қаншелі тартымлы, жаңаланған болмасын, олардың тұрмысқа қаншелі кеңнен енгізіліп атырғаны шешуші ахметке ие. Атап айтқанда, жауапкер мемлекеттік қызметкерлер орынлау тәртібіне қатаң әмел етсе, әрбір тапсырма вазипаның орынлануын белгіленген мүддетлерде жоғары дәрежеде тәмелдесе, жаслардың мәпі жолындағы реформалардың нәтижесін әрбір жас өз өмірінде сезеді, бұннан пайдаланады. Ұшырасуда жаслардың машқалары, пікір ұсыныстары бірме-бір тыңланды һәм шешу жоллары көрілді. Мен бүгін өзім IT тарауында істегенім үшін өзімнің оқушыларым бар. Мен оқушыларымның ұсынысын бұл жерге алып келдім. Оқушыларым жазғы демалыс күндері IT лагерлеріне баруға қатты қалайды.
бұл IT лагерлерін шөкелместірсек, біздер нелерге ерсеміз? Біріншіден, жаңа проектлер келеді. Екіншіден, әртүрлі хакатонларды шөкелместірсек болады. Жасылар үшін бұл жүдә қызық деп ойлаймын. Мінекей бүгінгі ұшырасуға тек қана машқаласын айтып келген жасылар емес, ал өз белсенділігі арқасында сол өз теңдеслеріне мотивация беру мақсатында келген жасылар да бар. Мінекей Әділбек өзінің үй шарайтында осындай сувенирлерді істейді екен. Демек, Әділбек бүгін жасыларға қаратылып отырған ітібардан кеуліңіз тоқ па? Имканият бар. Қандай маслихат бересіз? Мысалы, қазіргі уақытта істеймен десек, қазіргі көптеген шариғатлар жаратып беріп қойды жұртбашымызға көп рахмет. Қазіргі уақытта жастар агентлігі мысалы біздерге қандай мысалы машқаламыз болса, сол машқаламызды шешуге әрекет етіп жатыр. Оларға да рахмет. Осындай үй шарайтында сувенир істеймен деген теңлесіңізге көмектесе аласыз ба сізге, егер шәкіртлікке түсетін болса? Смала бойынша, істеу бойынша дөңгелек жүктемелестіре жаққан оқушы жастарға бос уақытында осындай жұмыстармен айланысады. Неден ісленеді бұл? Смола саатыңыз. Дыспы, тақтай, үстіне смала құямыз. Смала құйғанда рең-берең смалалар құйып, сондай көрініске әкелеміз. Сатуға шығарып жатырсыз ба бүгінгі күнде? Сатуға шығарып жатырмыз. Мен өзімде жеке тәдбіркарлықпен шұғылданамын, яғни айтқанда шашлық һәм соған ұқсас көш өнімдерін халыққа жеткізіп беремін. Мен өзімде өз ұсынысымды айттым, яғни айтқанда мұзқаймақ, яғни фризер аппаратын сұрадым. Және де қасыма, және де жасыларды жұмыспен тәміле алатығымды ұсыныс бердім. Бұны жоғары кеңес басшылығы ұнамды шешіп беретіғым болды. Екі тілді білемін, яғни инглиз һәм неміс тілден. Қазіргі күнде 4 тілде жұмыс істеп жатырмын. Қазіргі дәуірде елімізде көп қана тіл білген жастарға имканиятлар бар. Соның арасында солардан пайдаланған халда неміс тілінен сертификат алдым. Пікірлерім тыңланды, қандай жәрдем керек екенін барлығын айттым. Әмде солар үстінде істеп беруге уәде берді. Тез арада Германияға бар жұмыс істеп, өзіме қосымша дәрәмет табуды да ниеттеп отырмын. Хош, бүгін жасыларымыз үкіметтен нелерді күтеді? Әлбетте, олар өзінің дүретушілік һәм интеллектуалық потенциалын ешқандай тосқынлықларсыз жүзеге шығару үшін еркін һәм қолайлы шариғатларды, тең имканиятларды һәм келешек үшін бекем кепілдіктерді қалайды. Қазіргі уақытта жасыларға байланысты мемлекеттік саясат толық осы мақсатлерге бағдарланған. Жасаулатқа құқи кепілдіктерді жаратудан бастап, сапалы білім алуы, кәсіпөнер иелеуі, ісперлемелікпен шұғылдануы құласа, ниет етіп абыдан келешегін құру үшін барлық имканиятлар жаратылып берілген.